Жүйесіз саясаттың кесірі. Спортқа миллиардтар бөлетін Қазақстан неге 83-ші орын алды? Ел тарихындағы ең төмен көрсеткішке кім кінәлі? Антиваксерлердің кесірінен бірнеше адам қайтыс болды. Қазақстанда Pfizer вакцинасы балалар мен жүкті әйелдерге салынады. ЛГБТ мүшелері салт дәстүрімізді қорлады. Баршаға сәлем, бұл соңғы уақытта аса өзекті болып отырған тақырыптар тізбегі. Бүгінгі шығарылымда осы мәселелерді бірге талқылап көреміз. Алдымен арнаға тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Қазақ тілді контентті бірге дамытайық. Жексенбі 8 тамыз күні Токио Олимпиадасы жабылды. Тарихымыздағы ең төмен көрсеткіш жайында халық өз ойын білдіруде. Біреулер тіпті мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлованы қызметінен босату керек дейді. Желіде Лондон, Рио және Токио Олимпиадасы кезінде қызмет еткен министрлерді салыстырып, Талғат Ермегияев пен Арыстанбек Мұхамедиұлы кезінде қанжығамызда алтынның болғанын, ал бүгінде алтын түгіл күміс алмағанымызды спортшылардың емес, билік басындағылардың күнәсі деп ой білдіруде. Тіпті мәдениет және спорт министрінің Instagram парақшасын Украина президентінің парақшасымен салыстырып, шын мәнінде спортқа жаны ашып, спортшылардың рухын, еңсесін көтерген, қолдау көрсеткен министр көрінбейді дейді. Қарап отырсақ, расында да Ақтоты Райымқұлова бірде-бір қола жүлдегерімізді парақшасына салып, құттықтамаған екен. Әрине, Олимпиада тікелей эфир арқылы түрлі желілерде көрсетілді, жазылды. Дегенмен халық та, спортшыларымыз да басты қолдауды жанында жүрген министрден күткен еді. Спортшылардың психологиялық дайындығы туралы да біршама сөз болып жатыр. Әсіресе боксшылар жайында. 2016 жылы Олимпиада ойындарының чемпионы Данияр Елеусінов пен әлемнің 2 дүркін чемпионы Назым Қызайбай боксшылардың Токио Олимпиадасындағы сәтсіз өнер туралы әрі Қазақстан құрамасындағы әділетсіздікпен бөлісті. Елеусіновтың айтуынша, әлемдік үрдістермен бірге өсудің орнына біз Кеңес одағы деңгейінде тоқтап қалдық. Жаттықтырушылар техниканы өзгерту керек. Ал Назым болса, құрамадағы әділетсіздікті, жемқорлықты, тіпті Олимпиадаға жолдама алмай қалғанынан нақты кімнің қатысы барын, дегенмен дәлел болмаған соң, әзірге атын жария ете алмайтынын айтты. Спорттағы дәрежені қалай көтереміз? Оның шешімі қандай болмақ? Бұған қатысты президент Токио Олимпиадасындағы көрсеткіш Қазақстан әлеуетіне әрі спорттың дамуына бөлініп отырған қомақты қаражатқа сай келмейді. Шұғыл түрде тиімді реформалар жасау керек деп түйіндеді. Ендеше жаңа реформаларды бірге күтеміз. Елдегі эпидемиологиялық ахуалға назар аударайық. 15 шілдеде Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік санитар дәрігерінің жаңа қаулысы шыққан болатын. Онда міндетті вакцинациялау белгіленген ұйымдардың тізімі мен екпе жүргізу мерзімі бекітілген еді. Атап айтқанда, қаулыда ұйымдар қызметкерлері вакцинасының бірінші компонентінің 2021 жылдың 10 тамызына дейін, екінші компонентің 1 қыркүйекке дейін алып бітуі тиіс деп айтылған. Сонда ғана олар штаттық режимде жұмысқа жіберіледі. Қазірдің өзінде желіде қызметкерлерді вакцинациялауға қатысты тексерулер қызу талқылануда. 10 тамыз күні вакцина салдырмағандардың бірнешеуі бұйрықпен жұмыстан шығарылғандарын айтып жатыр. Тексеру жұмыстары 1 қыркүйекке дейін жалғасады. Қандай нәтиже шығатынын бірге көре жатармыз. Ал мен сіздермен вакцинаға қарсы топқа, яғни антиваксерлер атанып кеткендерге қатысты бір жағдаймен бөліскім келеді. Бұдан кейін желідегі дәрігер сымақтарды тыңдар алдында ойланатын болармыз. 9 тамыз күні танымал қазақстандық журналист Қалыбек Атжан коронавирустан көз жұмды. 7 тамыз күні журналист Facebook парақшасында Айна Бакеева ұсынған тыныс алу жаттығуларын жасап, кейін жағдайы нашарланғанын жазған. Айна Бакеева кім деп сұрасаңыз, ол елде белсенді антиваксер ретінде танымал тұлға. Денсаулық сақтау министрлігі оның мәлімдемелері мен бағалары шындыққа жанаспайтынын бірнеше рет түсіндіргенімен, халық оған сенуді жалғастыруда. Бүгінде Айна Бакееваның Instagram парақшасында 376 мыңға жуық, YouTube арнасында 100-ге жуық жазылушысы бар. Ол жерде Айна ханым сатурацияны көтеруге және пневмонияны тезірек емдеуге көмектесетін бейне тәжірибелермен бөліседі. Ал желіде сол жаттығуларды жасап, жағдайы керісінше нашарлап жатқандар көбеюде. Естеріңізде болса, осы антиваксерлер туралы шығарылым болған еді. 5G жайын жырлаған Шоқан, айтпақшы күні кеше ол әлі де вирустың барына сенбейтінін айтты. 1,5 года назад я говорил, что его не существует. А что сегодня? Сегодня никто так и не смог официально предоставить факт физического существования этого вируса. Никто не смог его выделить и показать. Дезинфектор қуат сынды радикалдардың қатарына енді жайдарманшы Нұрболхан Шарапов та қосылған екен. Түнде адамдарды улап жатыр.
мешітте азан оқылмайтын болды деп елді арандатып жүргенін Инстаграмда салып жүрген посттарынан байқасаңыздар болады. Айтпақшы, көпшілік күткен Pfizer вакцинасы қазан айында қолжетімді болады, бірақ тек балалар мен жүкті әйелдерге ғана салынады. Сондықтан министр Цой басқа азаматтарға елде бар вакциналарды салғызыңдар деп кеңес берді. Оның үстіне күні кеше Пекиннен Sinopharm компаниясының Vericell вакцинасы әкелінді. Басқасын басқа, бірақ вакцина түріне халықта таңдау бар. Соңғы 2 апта бойы аса қызу талқыланып жатқан тағы бір тақырып ЛГБТ. Бұны хайп үшін пайдаланып жатқандар біршама. Қаралым үшін трансгендерлерді қайта-қайта сұхбатқа шақырып, енді олардың мәселесін шешу, жанайқайын есту мақсатында түсірілімге психологты отырғызып қойған Мұхит Мырзаны айтам. Желтоқсан қырандары қозғалысының төрайымы Гүлбахрам Жүніс пен жасөспірім кезінде ағаларынан жәбір көріп, психикасы бұзылған, өмірде өзін таппай адасып жүрген трансгендер Аяны айқастырып қойып, шоу жасап отырған тым ерсі көрінеді. Осынша оқырманың бар екен, жолын адасқан адамға көмектесудің орнына барша халықтың алдында қысым көрсетіп, зорлағаның айта бергеннен ақ мәселенің түбін анықтау басты мақсаты еместігі көрініп тұр. Қазақ халқының ұлтының... Мен зорладым ба сені барып? Сен айттың ба, мен зорлап жатыр деп? Мен сіздің сөзіңізді тыңдаймын. Жоқ, Сіз де менің сөзімді тыңдай біліңіз. Сіз 15 жасымда зорластың дейіңіз. Қаралым көп жинағандықтан Instagram, TikTokта подписчиктері тола бастағаннан трансгендерлер де халық алдына шыға беретін болды. Арнада болған Амилай мен Ая шын мәнінде ЛГБТ мүшелері қандай құқықтары үшін күресіп жүргенін, жалпы нені талап ететінін, нені қалайтындарын жеткізе алмайды. ЛГБТ өкілдерінің нақты мақсаты мен талабын, мәселені білетін, соның басы қасында жүргендер, яғни Феминита, Казфем, Коктем, Калейдоскоп сияқты қозғалыс өкілдері біледі. Естеріңізде болса, мамыр айында Шымкент қаласында жиын ұйымдастырған Феминита қозғалысының жетекшілері Гүзада Сержан мен Жанар Секербаева ұсталған еді. Жақында нақтырақ айтқанда 28 шілде күні дәл осы қозғалыстың жиынына Қарағанды қаласында 300-ге жуық адам жиналып қарсы шықты. Бірақ Феминитаны бұл тоқтатар емес. Олар 13 тамыз күні Ақтөбеде кездесу ұйымдастырмақ. Жалпы бұл орайда қоғамның екіге бөлініп отырғанын білеміз. Бірі бұл батыстың ықпалы қазаққа жат дүниені кіргізіп, жастардың санасын улап жатыр деп наразы. Енді бірі әйел құқықтарын, теңдікті талап етіп жүрген қыздармен күрескенше, бұл батырларымыз ауыр қылмыс жасап жатқандармен, балаларды зорлап, әйелге қол көтеріп жүрген еркектермен күрессін деп наразы. Көшеге шығып, қарсыластық танытып жатқандармен қатар, қазір әлеуметтік желіде бір-бірімен айқасып жатқандар көп. Бұл тақырып бойынша тіпті ақпараттық соғыс басталып кеткен. Мысалы, журналист Айсана Әшім мен қоғам белсендісі Қайрат Құдайбергеннің арасында болып жатқан айқас жас суретші Самал Қантардың желіде тараған суреттерінен бастау алды. Екі тараптың аудиториясы бір-біріне тым ауыр сөздер жаудырып жатыр. Қазақи киінген жастардың оғаш суреттерін назарларыңызға ұсынайын. Әркім өзінше қабылдар. Не дегенмен Казнет пайдаланушыларының басым бөлігі ашуланғанын айта кетейік. Олар кімді салсан өзін біл, бірақ ұлтқа тиіспе. Сенің парақшаңды жауып тастау керек, сұмдық. Бұл өнер емес, бұл деградация дегендермен қатар заманауи болуымыз керек. Тым жақсы суреттер, ешкімді қорлап жатқан жоқ. Толерантты болайық деген пікірлер жаудыруда. Ашуға келгендердің қатарында блогер Дәулеттен де бар. Ол өнермен, бірақ өнер деген ұлттық құндылықтарға зияны келмеу керек. Халықтың ашуына, ұятына, намысына тиетін нәрселерді жасамау керек. Мынау деген шеттен шыққандық. Қызды қызбен, ұлды ұлмен сүйістіріп, ЛГБТ туын ұлттық киім киген қазақ қызына ұстатып, сурет салу үлкен қорлық, әрі сорақылық деп білемін деп ойын білдірді. Ал жалпы елімізде ұлттық киімге қатысты бұл бірінші қорлық емес. Естеріңізде болса, ашық төспен түскен шырын сәукелені киіп біраз шу шығарған еді. Шынымен де ұлттық құндылықтарымызды дәріптейтін дүниелерге байланысты шектеулерді заң жүзінде қабылдау керек шығар. Сонда әркім ойына келгенін жасамас педі. Ал қазір ойы өрнекке, ұлттық киімге әркімнің құқысы тең. Сондықтан өз өнерінде пайдаланып жатқандарға тыйым сала алмайсыздар. Жалпылай келгенде ЛГБТ өкілдері өз идеяларымен сананы улап жатыр дейтіндердің антиваксерлерге назар аударғаны дұрыс болар деп санаймын. Іс жүзінде ЛГБТ емес, елді өз идеяларымен құртып жатқан антиваксерлер. Соларға сеніп отырған халықтың санасы уланған, тіпті қайтыс болғандардың барын ескерсек, осы мәселені шешу әлде қайда маңызды әрі қажет. Талқыланған тақырыптар бойынша пікірлеріңізді білгім келеді. Комментарийде қалдырып, видео ұнаған жағдайда лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Шолпан Сағадат. Көріскенше.